Bäriňizge selam, men Mardan. Kanalyma hoş geldiniz. Ötken videolarımın arasında elimdeki en oğaş және korkunçlu bolgan 6 jer turалы aytkan edim. Және 5000 like kelse жалгасы чыгат деген edim. Videoga 5500 жук like келди. Және бұл видео сол видеонун жалгасы болады. Бұл видеоға да 5000 like келетін болса, басқа бір жер туралы айтатын боламын. Адамдарға жабылған жер. Және екінші Чернобыль деп аталады. Сол видеоны шығаратын боламын. Әрине, 5000 like келетін болса. Ендеше видеоны бастайық. Әлемдегі барлық алтын резервінің 4тен 1 бөлігі осы жерде, және ішіндегі алтынның құны 200 миллиард доллар шамасында. Көшенің 24 метр тереңіне салынған, және 90 тонналық цилиндр қақпа, ақылды камералар, әрекет сигналдары, температура басқару, ыстық сенсорлары, және тек қана бірнеше адамға арнайы берілген дыбыс контролімен кіруге рұқсат беріледі. Бір нүктеден кейін ешқандай жұмысшы бұл жерге кіре алмайды, және сол нүктеден кейін тек қана ақылды роботтар кіре алады. Бұл жерге бару мүмкіншілігіңіз болса да барғыңыз келмейтін еді. Бұл жер әлемде ең ауыр тәрізде армия жиналған жері. Техникалық жағынан соғысқан Солтүстік Корея және Оңтүстік Корея шекарасының арасында 250 км қашықтықта және 4 км кеңдікте жасалған буферлік аймақ. Электрлік ұзын сымдық қоршаулар коммунистерді солтүстікте, республикашыларды оңтүстікте ұстап тұр. Әскери ғимараттар, танктар және ұшақ атып түсіретін машиналар, баррикада, қауіпсіздік камералар және мәселе шығатын болса оқиға болған жерге тез жете алатын қарулы күштер шекара бойынша барлық жерде. Екі жақта да соғыс шығуына қарсы 100 мыңдаған әскер шекараларда айналып жүреді. Электрлік токтарды, бомбаларды, миналарды және әскерлерден құтылып өте алсаңыз да, жабайы жануарларға жем болуыңыз әбден мүмкін. Өлтіретін аймақ адам өмір сүруіне қолайлы болмағаны үшін табиғаттың қолына өтіп, және жолбарыс сияқты жабайы жануарлар бұл жерде адам сенгісіз сандарын көбейтіп, барлық жерге жайылған. 1953 жылы және 1999 жылы 500 оңтүстік кореялық азамат, 50 америкалық әскер, 250 солтүстік кореялық азамат дәл осы аймақта қалып өз өмірлерін жоғалтты. ақш Колорадода орналасқан ADX түрмесі 1996 жылы 168 адамды жарылыспен өлтірген террористтен 11 қыркүйек шабуылын жоспарлаған Закариус Массориге Бостон маратондағы жарылысты ұйымдастырғандар, психопат, сериялық адам өлтірушілеріне дейін ең үлкен мафия лидерлеріне немесе Даиш, Эль-Каид террор ұйымдарының ең маңызды лидеріне дейін әлемдегі ең жамандардың ең жаман болған, ең шайтан адамдардың қамалған ең мықты қауіпсіз түрмесі. Үлкен бақылайтын ғимараттар, 3,6 метр бойындағы электр қабырғалар, әрекетті түсінетін детекторлар, қысымды түсінетін жер және әр бұрышты барлық жерді бақылай алатын лазерлік камера жүйелері және бір қылмыскерге 10 полиция түсетін мөлшерде қауіпсіздік сақтайтын жұмысшылармен бірге қашуы мүмкін болмайтын тәрізде дизайн жасалған. Ең кіші әрекеттену әлемнің ең дамыған сигнал жүйесін іске салып жібереді. Сотталғандар 7 күн 24 сағат бойы көшеге шықпай өз бөлмелерінде отырады. Және түрмедегі сотталған көпшілік қылмыскерлер түрмеден шыққанға дейін күн бетін көрмейді. Бүгінге дейін бұл түрмеден қашалған бірде-бір жан жоқ. ақштың алтын кассасы, қауіпсіз аймақ сөзінің мағынасы Форт Нокс. ақштың тәуелсіздік декларациясы сияқты өте маңызды документтерді сақтайтын осы құпия жердің кіретін есігі дәл 22 тонна және парольдар бір күн ішінде бірнеше рет ауыстырылады. Есіктері және қабырғалары атом қаруларға да төтеп бере алады. Әлемдегі ең қауіпсіз жер болып есептеледі. Егер бұл жерге кіргіңіз келсе, бір армиямен келетін болсаңыз, өзіңізге жақсы. Өйткені 30 мың әскер сізді күтіп тұр. Өйткені бұл жер әскерлердің де базасына айналған.
Bohemian klubu dal Illuminati siyaqti құпия мақсаттары және тәсілдер үшін 1880-жылдары Калифорнияда құрылған бір ұйым. Мүшелері, дәстүрлері, салттары және не істейтіндері өте құпия сақталады. Кіруге тыйым салынған жиналу аймақтары Сан-Францисконың солтүстігінде, Санта-Росаға жақын жерде, Редвуд ормандары ішінде лагер сияқты бір жерде орналасқан. Жай лагерден басқаша болып, әр жылы Америка плутократия элиталарының жиналып, 2 апта салт дәстүрлермен бірге стресс шығаратын және жиналып демалатын жері. Квотасы 2500 адам болуымен бірге, әр жылы ескі Америка президенттері, министрлер, генералдар, алдыңғы қатардағы бизнесмендер, элита интеллектуалдар және масондар жиналып, әр түнде оттармен бірге үлкен байғұс ескерткішінің алдында бұрынғы Пагом, Мезопотамия, Вавилон және басқа да дәстүрлерді көрсетіп, қуанышқа бөленеді. 100 жылдан бері ақш-қа, Еуропаға тиесілі болған саясат жиналыстары жасалады. Жасалған арнайы жиналыстар Манхэттен жоспарын жүзеге асыруында маңызды рөл ойнаған еді. Сондай-ақ атом бомбасы осы проектпен бірге дайындалған еді. Әйелдердің кіруіне тыйым салынған және кейде Америкадан тыс басқа да маңызды лидерлер осы жерге қонаққа келеді. Генри Киссинджер, Рокфеллер, Джордж Буш сияқты мықты отбасылардың жүйелі қатысатындардың арасында жерлері бар екендігі айтылуда. Христиандық тарихының ең кешенді запистері Ватикан құпия мұрағаттарында орналасқан. Ішінде 8 ғасырдан бастап бүгінгі күнге дейін мемлекеттік құжаттар, әлемді басқару жоспарлары, әртүрлі сақталып қалған жазулар және жүздеген жыл бойынша жиналған 35 000 таңдау каталогымен бірге 1 миллионнан астам кітап бар. Жалпы сөренің ұзындығы 84 километрге жуық. Кейбір конспирологияшылардың айтуы бойынша мұрағаттарында Иса пайғамбарға тиесілі бүгінгі күніміздегі Инжилге қарама-қарсы құпия мәліметтер де бар. Тіпті Исаның қол жазуымен жазылған сөздері және оның бүгінгі күнге дейін жалғасып келген шежіресі де бар. Сондай-ақ өте көп өнердің түпнұсқасы осы жерде екендігі айтылуда. Сіз көріп жүрген Мона Лизаның түпнұсқасы осы жерде болуы әбден мүмкін. Ватикан құпия мұрағаттары туралы әртүрлі теория бар болса да, нақты дәлел жоқ. Және бұл жерге өлгенше, немесе жұмыстан босағанша, пападан басқа бір адам да кіре алмайды. Бұл жер әлемде қандайда бір апат болатын болса, бар алатын ең соңғы жер. Суық соғыс кезінде 1958 жылы Кеңес одағының спутник ракетасын ғарышқа ұшыруының артынан қорғану үшін құрылған. Тек қана ең элиталардың және үкіметтің ғана қолданылатын бұл комплекс жер астында да, жер үстінде де орналасқан аймақтармен әлемде өмірді тоқтатып қоятын оқиғалар үшін мықты қауіпсіз жер. Әскери жатақхана, лабораториялар, дайындалатын аймақтар, 1000 тоннадан астам тұщы су қоймасы, жеке өмір сүру кеңістігі, ауруханалар, тасымалдау үшін метро жүйесі, қысқа айтқанда жер асты қаласы орналасқан. Ұшаққа мініп, Вашингтондан бірнеше минутта жете аласыз. 11 қыркүйек шабуылын жоспарлағандар осы жерге қашып келген еді. Аймақта максимум деңгейде армия бар, және бұл жерге баратын болсаңыз, жақындай алмайсыз. Ағылшын армиясына тиесілі осы база әлемдегі ең үлкен жер серігін бақылайтын Иллигенес станциясы. Электроник бақылау станциясында ақш-қа тиесілі бірнеше жер серігі бар. Және суық соғыс кезінде Кеңес одағы және басқа да шығыс блок елдерін жоғарыдан бақылау, немесе үлкен құлақтармен тыңдау үшін салынған. Бүгінгі күнде басқа елдердің сигналдарын жер серігіне байланысқа шығып, политик және дипломатия саласында өлтіруші жұмысын атқару, дұшпанды көздеп тосқауыл болу және террористерді бақылау үшін қолданады. Бұл видео ұнаған болса, лайк басу арқылы маған білдіре аласыздар. Әлемдегі ең оғаш және қорқынышты 6 жер видеосын осы жерден көріңіздер. Каналға да осы жерден жазылыңыздар. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.